Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 101-ші сабақ. Екі амалмен шығарылатын есептер. Бүгін біз сан екі амалмен орындалатын есептерді шығаруды жалғастырамыз. Бірінші есепке қарайық. Есепті шығар. Мектепте қазақтың салт дәстүрлері деп аталатын сайыс өтті. Оған әр сыныптан 4 баладан 8 сыныптың оқушылары қатысты. Бірінші сайыстан кейін 12 оқушы шығып қалды. Сайыстың келесі айналымына неше бала өтті дейді. Енді біз шартын құрып алуымыз керек балалар. Әр сыныптан 4 баладан қатысты. 8-ші сыныптың оқушылары қатысты. Шығып қалды 12 оқушы деп жазамыз. Өтті. Сайысқа өткен балалардың саны бізде белгісіз, сол үшін белгісіз сұрақ белгісін қоямыз. Шешуі. Яғни бұл жерде 8 сыныптан қатысқаннан кейін 8-ді көбейтеміз 4-ке. Тең 32 болады екен. Енді 32-ден шығып қалған 12 оқушыны азайтамыз. Сонда балалар 20-ға тең болады екен. Жауабы сайыстың келесі айналымына 20 бала өтті деп жазамыз. Келесі балалар бізде номері 2-ші есеп. Есепті шығар. Айнұрдың 43 теңгесі бар еді. Ағасы оған тағы 57 теңге берді. Бұл ақшаға Айнұр 2 құрт сатып алды. Бір құрт неше теңге тұрады дейді. Енді есептің берілгенін жазамыз. Айнұрда бізде бар 43 теңге. Бар еді 43 теңге. Оған ағасы тағы да 57 теңге берді. Сатып алды 2 құрт. Яғни біз бұл жерде бір құрттың неше теңге тұратын табуымыз керек. Шешуі. Айнұрда болған 43 теңгеге қосамыз. Ағасы берген 57 теңгені. Тең болады 100 болады екен. Енді сол 100 теңгені 2-ге бөлеміз. Себебі Айнұр 2 құрт сатып алды. 100-ді 2-ге бөлсек, тең 50 болады екен. Сонда балалар жауабы бір құрт 50 теңге тұрады. Келесі балалар бізде 3-ші есеп. 2 тәрелкеде 28 бауырсақ болды дейді. Тәрелкелердің бірінен бірнеше бауырсақ алғаннан кейін 2-ші тәрелкеде 7 бауырсақтан қалды. Тәрелкелердің бірінен неше бауырсақ алынды дейді балалар. Яғни біз бұл жерде 7-ге қосамыз 7-ні. Тең 14 болады. Және бізде 2 тәрелкеде 28 бауырсақ болды деп тұр. Енді біз сол 28 бауырсақтан 14 бауырсақты азайтамыз. Тең 14. Жауабы сонда тәрелкелердің бірінен 14 бауырсақ алынған. Осылай жазамыз. Келесі бізде 4-ші есеп. Мына өрнек бойынша есеп құрастыр және оны шығар дейді. Бізге өрнек берілген балалар. Біз енді соған есеп құрастыруымыз керек. Яғни дүкенге 40 нан әкелінді. Тоқаш дүкенге әкелінген наннан 5 есе кем. Бәліш 20. Яғни өзіміз осылай есеп құрастырайық. 5 есе кем десе, қалай есептейміз балалар? Шешуі 40-ты бөлеміз 5-ке. 40-ты 5-ке бөлсек, тең 8-ге тең болады екен. Енді 20 бәлішке қосамыз 8-ді. Сонда 28. Сонда жауабы 28 тоқаш пен бәліш әкелінді дүкенге.
Осылай балар есеп құрастырып, оны шығарсақ болады. Енді бізде балар келесі 5-ші есеп, есепті шығар. Театрдың 2 кассасында концертке 800 билет болды. Бірінші кассадан 200 билет сатылғанда, онда 100 билет қалып қойды. Алғашында кассалардан неше билеттен болды дейді. 2 кассада бізде 800 билет сатылды, 200 билет қалды, 100 билет. Әр кассада неше билеттен екенін табуымыз керек. Шешуі, яғни бірінші кассадағын анықтап аламыз. 200-ге қосамыз 100-ді. Тең 300 болады екен. Бірінші кассада, яғни 300 билет. Екінші 800 билет болды бізде, одан азайтамыз 300-ді. Тең 500. Сонда балар бірінші кассада 300 билеттен болған екен. Алғашында екінші кассада 500 билеттен болған екен. Келесі бізде 6-шы есеп. Мектеп кітапханасында 12 қазақ батырлары және 15 әлем ертегілері кітаптары болды. Кітапханашы осы кітаптарды 3 сыныпқа теңдей бөліп таратты. Әр сынып неше кітаптан алды дейді. Қазақ батырлары 12, әлем ертегілері 15 кітап, таратты 3 сыныпқа. Әр сынып неше кітаптан екені белгісіз. Шешуі, 12 кітапқа 15 кітапты қосамыз, яғни барлығын тауып алуымыз керек. 12-ге 15-ті қоссақ 27, және оны кітапханашы 3 сыныпқа теңдей бөлді, яғни 27-ні бөлеміз 3-ге, тең 9-ға тең болады екен. 27-ні 3-ге бөлсек 9, яғни әр сынып 9 кітаптан алды деген сөз екен. Келесі 7-ші есеп, сызбалар бойынша амалдарды орында дейді. Яғни бірінші 32-ге қосамыз 23-ті, тең 55. 55 деп біз сұрақ белгісінің орнына жазамыз. Енді 55-тен азайтамыз 19-ді, тең 36. Астындағы сұрақ белгісінің орнына жазамыз. Екінші 8-ді бөлеміз 2-ге, тең 4. 4 деп сұрақ белгісінің орнына жазылады. 4-ге қосамыз 27-ні, тең 31. Сұрақ белгісін осылай табамыз. Енді 3-шісі балалар. 86 және астында 2 сұрақ белгісі. Біз оны табу үшін алдымен астынан бастаймыз. 7-ге көбейтеміз 5-ті, тең 35. Енді 86-дан 35-ті азайтамыз. Сонда тең 51-ге тең болады екен. Сұрақ белгілерінің орнын осылай анықтап жазып шығамыз. Сонда 51-ге қосамыз 35-ті, тең 86. Енді бізде келесі 8-ші есеп, теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуде x азайту, жақшаның ішінде 19 қосу 19 тең 55. Яғни бұл жерде біз x-ті табу үшін x азайту 19-ға 19-ді қоссақ 38, x азайту 38 тең 55 деп жазып аламыз. X тең 55-ге қосамыз 38-ді. X тең болады 93-ке тең болады екен. Енді астын сызып тексереміз. 93 азайту, жақша ашылған, 19-ға 19-ді қоссақ балар 38 болады. 93-тен 38 азайтсақ 55. Яғни екі жақ бір-біріне тең 55, тең 55 деп жазамыз. Келесі екінші теңдеу.
екінші теңдеуде балалар бізде 17 қосу игілік тең 47-тен 17-ні азайтамыз. Яғни бұл жерде 17 қосу игілік тең 47-тен 17-ні азайтсақ 30 болады екен. 30 деп жазамыз. Енді игілікті табу үшін игілік тең 30-дан 17-ні азайтамыз. Игілік тең 13-ке тең болады екен. Енді екі жақты тексереміз. 17-ге қосамыз 13-ті 30, 47-тен 17-ні азайтсақ 30. 30 тең 30. Теңдеуіміз тең деген сөз. Келесі балалар 9-шы есеп. Анам 4 литр қымыз, қымыздан 3 есе артық шұбат және шұбатқа қарағанда 6 есе кем сүт сатып алды. Анам неше литр сүт сатып алды дейді. Шартын құрып аламыз. Қымыз 4 литр, шұбат қымыздан 3 есе артық және сүт бізде белгісіз 6 есе кем. Шешуі қымыз бен шұбатты бір-біріне көбейтеміз. 4-ке 3-ті көбейтсек тең 12 болады екен. Енді 12-ден бізде сүтіміз 6 есе кем. Яғни 12-ні бөлеміз 6-ға. Тең 2 болады. Сонда жауабы анасы 2 литр сүт сатып алған екен. Келесі бізде соңғы 10-шы есеп. Тиісті амалдар таңбасымен сандарды тап дейді. Бұл жерде 6 қосу 4 деп жазамыз. 6-ға 4-ті қоссақ балар 10 болады. 10-нан 2-ні азайтсақ тең 8 болады. Осылай тиісті таңбаларды қойсақ болады екен. Енді екінші есеп. Екіншісі бізде 18-ді бөлейік 2-ге. 9 болады. 9-ды 4-ге көбейтсек 36-ға тең болады екен. Балалар осылай тиісті таңбаларды қойып, өрнектерді шешсек болады. Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас. Осымен балалар біздің сабағымыз аяқталды. Егер де менің шығарған есептерім ұнаса, менің арнама тіркеліп кетіңдер. Сау болыңдар.